Бәріне сәлем, сіздермен бірге мен Гүлнұр, және бүгін мен өзімнің бөлмеме генеральный уборка жасайтын боламын, бәрін реттеп сөйтетін боламын. Соңғы уақыттары мен бөлмем өте қатты шашылып кетті, және маған соны жинау керек болды. Және мен бұны өзім жалғыз жинамай, сіздермен бірге видео түсіріп жинаймын деп шештім. Оның үстіне бөлмені жинау, реттестіру деген ол психологический трюк болып саналады. Себебі, когда сенің бөлмен шашылып, бәрі мынандай быт-шыт болып жатқан кезде, сенің миың де дәл сондай болып жатады. Бөлмен жинақы болып тұрған кезде, сені жинақы өзіңді жақсы сезініп тұрасың. Мен де сіздерге сол үшін осы видеоны түсірдім. Сіздер де осы видеоны көргеннен кейін өздеріңіздің бөлмелеріңізді жинауға деген мотивация пайда болады деген ойдамын. Ал ендеше көп сөйлемей бастайық. Ең алдымен менің бөлмемнің қандай бықсып жатқанын көріңіздер. Өте қатты шашылып кеткен, ештеңе жиналмаған, өте жаман. Және де осы менің төсегімнің үстіндегі жапырақтардың жартысы өстіп жерге түсіп қала береді. Неге екені белгісіз, дұрыс скотч ұстамайды. Алдымен қарапайым төсектен бастайық. Төсегімдің пастельдерін жуып қойған болатынмын, және осыны қайтадан төсекке салып, әдемілеп төсегімді жинаймын. Менің төсектерімнің астынан осындай шопермен заттар, наушниктер табылды. Ішін тазаладым. Ішінде бір ақтағы ғана блокнот бар екен. Жалпы бұларды да өз орнына қойып қоятын боламын. Менің ойымша бөлмедегі ең лас жерлердің бірі ол үстелдің үсті. Қазір сіздерге ол тез болып көрінеді, бірақ маған ақырын осы жерді жинайтын боламын. Енді шкафтың ішіне көшемін. Шкафтың іші де өте қатты шашылып кеткен. Кітаптарымның бәрін дұрыстап тұрып реттеп, барлық полкаларды әдемілеп жинап шығамын. Ең ұнамайтыны полкаларды жинағаннан кейін жерге шыққан көптеген мусорлар. Оның жартысы мусор, ал жартысы сіңілімнің заттар екен. Әрқайсысын өз орнына қойып шықтым. Енді осы жердегі тартпаларды жинайтын боламын. Бұл тартпаларда не жатқанын тіпті білмеймін. Және мен осы тартпалардың бәрін жинап жатып, көптеген өзіме керекті, көптеген жоғалтып алған заттарымды тауып алдым. Бұл өте қуантатын жағдай.
катары осындай қорап тауып алдым, және ол жақта көптеген жиналған тиындар бар екен. Оны осындай темір ыдысқа, темір копилкаға бәрін салып ауыстырып шықтым. Сонымен қатар осы мудбордта ілініп тұру керек заттарды орнына қайтадан ілмекпін. Сол заттарды, қайшы, стикерлерді қайтадан орнына іліп қойдым. Достар, вроде бәрін жинап біттім, бірақ жерде көптеген барда, көптеген мусор болып жатыр. Қазір осының бәрін тез жинайтын боламын. Міне шыққан барлық мусорлар өте көп. Қатты көп емес, бірақ көп. Енді мына қалып қалған жапырақтардың бәрін іліп шығамын. Бұл жапырақтарды ілу оңай, бірақ ол қайтадан тез түсіп қалады, әрине. Бірақ солай ілеміз осының бәрін әрбайсың. Енді шанс өртемін, гүлдерге сойған жоқпын, себебі мен оған қателеспесем кеше құйдым. Күнде құя бермеймін, күнара құйып тұрамын. Шандардың бәрін сүртіп аламын, үстелдің үстінің шанын да сүртемін. Және де ең соңынан пылесостап аламын барлық жерді. Бір прикол айтайын ба, мен мұнда пылесостап жатсам, мынау құлап қалды. Анаяқтан күштеп опять. Зачем? Достар, міне осымен видео аяқталды. Сіздерге кішкене болса да мотивация бере алдым деген ойдамын. Бөлмемен қосса, телефондарыңызды да тазалап отқандарыңыз дұрыс, себебі телефонында бардақ болып жатады, ол да дәл сондай сіздің миыңыздың бардақ болып жатқанына әсер етеді. Сол себептен телефонмен бөлмені міндетті түрде таза ұстау керек. Сіздерге осы видео ұнады деген ойдамын. Ұнаса міндетті түрде саусақтың жағалап тұрған белгісін басыңыздар. Алыңызшы бәріне. Бай-бай.